Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан өте керемет болып шығатын жұмсақ әрі мамықтай, орталары да үлпілдек болып шығатын, сіздер ғашық болатын булочканың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар, және жасалу жолы рецептісі өте оңай. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, суымызды құйып алып, ашытқымызды салып алып аламыз. Қантымызды саламыз. Қантымыздың барлықтарын салып алғаннан жақсылап тұрып араластырып алғанымыздан кейін тұзымызды саламыз. Булочкамыз әдемі шығу үшін 15-20 минутқа осылайша қойып қоямыз. Ұнымызды салып алып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды өте қатты тастай да, өте қатты жұмсақта етпей илеп ала береміз. Мінеки осылай әдемілеп илеп алғанымыздан кейін қамырымыздың үстіне сұйық майымызды құйып, қамырларымыздың барлықтарын әдемілеп тұрып, тағы да бір-бір илеп шығамыз. Өте қатты да емес, өте қатты жұмсақта емес болып шығады. Аузын жауып көтерілгенше қойып қоямыз. Мінеки біздің қамырларымыз өте әдемі көтеріп шықты. Осылайша барлықтарын бір-бір басып шыққаннан кейін тағы да бір-бір көтеріп алып аламыз. Мінеки біздің қамырымыз екінші рет жақсылап тұрып көтерді. Көтерілген қамырларымыздың үстіне ұнымызды сеуіп, осылайша булочкаларымызды жасай береміз. Қамырларымызды осылайша барлықтарын кесіп шығамыз. Көздің көлемінше де кесе беруге болады, тарасымен де өлшеуге де болады. Көз өлшемімен барлықтарын 70-80 граммдай болатындай етіп барлықтарын осылайша кесіп алып алдым. Осылайша барлық қамырларымызды әдемілеп тұрып, топ-томалақ қылып алып аламыз. Барлық топ-томалақ қылып алып алған қамырларымыз дайын. Енді аузын жауып қойып қоямыз. Ұнымызды сеуіп алып, әдемілеп тұрып қамырымызды жазып аламыз. Қамырымыз өте қатты жұмсақ та, өте қатты қалың да қылмай, осылай әдемі қылып жайып алғанымыздан кейін әр шеттен видеодағыдай етіп орап шығамыз. Мінеки бізде осындай әдемі топ-томалақ формалар дайын болып шықты. Жұмыртқаның сарысына сүтімізді салып алып, булочкаларымызға әдемілеп тұрып жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысымен және сүтімізді салсақ, барлық жерлеріне жақсылап жағып шықсақ, біздің булочкамыз әдемі сап-сары болып шығатын болады. Барлық булочкаларымызға жағып алып, бірден пісірмей тұрып 10-15 минутқа қойып аламыз. Бір көтеріп алғанымыз жақсы болады. Сол кезде біздің булочкаларымыз әдемі болып пісетін болады. Қып-қызыл өте әдемі болып шықты. Қалауыңыз бойынша бетіне қант ұнтағын салсаңыздар да болады. Өте әдемі көрік береді, әрі дәм береді. Сіздер де жазап көріңіздер. Мұның жұмсақтығын сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өте жұмсақ болып шығады. Отбасыларыңызға осы тәттімен қуантсаңыздар болады. Сіздерге кесіп көрсетемін, өте жұмсақ болып шығады. Достар, сіздерге видео пайдалы болып жатса, менің каналымда активне болып отырыңыздар, лайк басып, пікір қалдырып кетулеріңізді де ұмытпаңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сіздерді кереметтей және қарапайым рецепттермен қуантатын боламын. Бір құпиямен бөлісе өтейін, егер булочкаңыз піскен кезде қаттылау болып шықса, бетін шүберекпен жауып 10-15 минутқа жауып қойып қоямыз. Сол кезде біздің булочкаларымыз жұмсақ әрі үлпілдек болып жұмсаратын болады.